Сәлем кереметжан, менің атым Жансая, мен психолог, психотерапевт, және мен бүгін саған мотивацияны арттырудың және шабыттанудың 4 негізгі техникасы туралы айтып беремін. Егер соңғы күндері сенің көңіл күйің болмай, ешнәрсе істеуге көңіл қошың болмай жүрген болса, бұл видеоны аяғына дейін көрсең болады. Сол кезде сен тез шабыттанып, ресурсты күйге енетін боласың. Себебі бұл техникалардың барлығын мен өз тәжірибемнен өтіп, тексеріліп, шынымен де көмектесетіні дәлелденген. Мен ғана емес, менің және клиенттерімнің де шынайы жауаптары берілген болатын. Ал енді кеттік. Мотивацияны дереу көтеретін бірінші техника ол атмосфераны қалыптастыру. Яғни үйде жатқан кезде ешнәрсеге қошың болмай, сол кезде орныңнан тұрып, жан-жағыңа қарап, реттеп, кейбір заттардың орнын өзгертіп, өзіңе жақсы атмосфера қалыптастыру керек. Немесе егер ол да көмектеспейтін болса, сыртқа шығып, мысалға егер сен фрилансер болсаң, тіпті жақсы бір кофейняға барып, үйдің қасындағы сол жаққа отырып жұмыс істесең, басқа адамдарға қарайсың біріншіден, және оларға қарап мотивация аласың, мен жұмыс істеуім керек деп. Екіншіден, адам атмосфераны өзгерткен кезде жаңа дәм, жаңа иіс сезу арқылы сенсориканы өзгертеді. Сол кезде адам жаңа сенсорикадан жаңа эмоциялар алады. Сондықтан ол сені әрі қаратай жұмыс жасауға талаптандырады. Ал егер ауа райы жақсы болса, мысалға бүгін жаздың бірінші күні, мен кейде паркке барып, табиғатта жүріп қайтамын, немесе сол жаққа отырып, кітап оқып, жұмыстарым жасағанды жақсы көремін. Себебі таза ауа, табиғат ол жақсы біздің психикамызға әсер етеді. Бұл өте керемет техника. Ал екінші техника ол арман мақсаттардың тізімін жазу. Немесе тілектердің тізімін жазу. Мүмкін сен бұрын бұл туралы естіген боларсың, себебі көптеген психологтар, спикерлер бұл туралы айтады. Бұл дегенмен де өте тиімді әдіс тәсіл болып табылады. Себебі мен есіме түсірсем, ең бірінші рет ол тізімді жазған кезде, бастаған кезде менде 25 қана тізім шықты. Яғни, былай орап қарасаң, қалайтын нәрселерім көп, ал жазуға келген кезде негізінде саны біртүрлі азайып қалды. Одан кейін отырдым да ойландым, Жансая, кәне болмайды, сен кәне тағы не қалайсың? Өмірде қандай қалауларың бар? 1 жылдың ішінде, 5 жылдың ішінде, 10 жылдың ішінде қандай жетістіктерге жеткің келеді? Қандай істер істегің келеді? Оның барлығын тізімін жаз. Мен жалпы нені қалаймын? Мен өз өмірімді, болашағымды қалай көремін деген сұрақтар арқылы мен өзімді шабыттандырып, әрі қарай тізімді толтырдым. Бұл тізім кейіннен осындай жабырқаулы сәтте сол тізімді блокнотта аламын да қайтадан оқып шығамын. Сосын мен ойлаймын, міне менің қанша әлі істейтін нәрселерім көп деп әрі қаратай жұмысты жалғастырамын. Ал енді үшінші техника, екінші техникамен өте тығыз байланысты. Жаңағы айтқанымдай, бұл жерде бір фраза бар. Ойлап қарасаң, мотивация жоқ кезде бүкіл әлемде мен жасап көрмеген, мен істеп көрмеген қанша нәрсе бар. Мен танып білмеген қанша адамдар бар. Қанша баратын жерлер бар, әлемнің 7 кереметі бар. Соның барлығын ойлап қарасам, менде жатып жай ғана ерінуге менде мүмкіндік уақыт болмау керек. Мен жұмыс жасауым керек, мен адамдармен танысуым керек, мен қаншама нәрселерді жеткім келеді, соған жету үшін мен дәл қазір тұрып белгілі бір қадамдар жасауым керек деген бұл фраза тез ресурсқа түсіруге мүмкіндік береді. Төртінші техника ол алғыс айту күнделігі, немесе мен оны керемет жанның жетістіктер күнделігі деп айтамын. Себебі бұны да бұрын естіген боларсың. Күнде егер алғыс айтып, өзіңе немесе өзгелерге алғыс айтып жүрсең, ол жақсы психикаға көмектеседі. Дегенмен де алғыс қана айтып қоймай, күнделікті өзіңнің кішігірім немесе үлкен жетістіктеріңді жазып отырған өте дұрыс. Себебі ол кезде не болады? Психикада мысалға
ойлап қарашы, кезінде кішкентай кезіңде ата-анаң сені белгілі бір жетістіктерге, жақсы баға алғаныңа, жақсы жұмыстар жасағаныңа мақтаған кезде сен қандай қуанышты сезімге бөлендің? Мінекей, ата-ананың мақтағаны, ата-ананың жарайсың деп айтқаны сен үшін өте үлкен маңызды. Ата-ана болмаса, немесе үлкен адамдар, авторитетті адамдар, мұғалімдер кезінде сені мадақтап мақтаған кезде сен дереу шаттыққа толасың. Міне осы сияқты кейін үлкейген кезде жан-жағыңда ата-анаң қасыңда әрдайым болмайды ғой, күнде мақтап отыратын. Сондықтан бұл жерде өзіңді өзің мақтап, өзіңді өзіңе алғыс айтып отыру, және оны жай ғана айтып қоймай, оны жазып отыру, ол психикаға күнделікті және немесе күнәра жасап отырсаң, ол өте жақсы эффект береді. Себебі сен өзіңнің алғыстарыңды, өзің жеткен жетістіктеріңді ойлап, жалпы негативті өзің туралы ойлауға мүмкіндігің азаяды. Сол кезде ол сонымен қатар мотивацияны ғана емес, сенімділікті өзіңе деген арттырады. Себебі кейде болады, күнде жазуға қолың тимей қалады кешке болмаса таңертең қай кезде қолың босайды, сол кезде дәптерімді немесе блокнотымды ашып жазып отырамын. Бұл өте керемет. Міне осылай 4 техниканың қайсысы саған ыңғайлы, соны жасасаң болады. Ал егер мүмкіндік болса, 4-еуін де жасап жүрсең, жалпы күнделікті өмірге, күнделікті әдетке айналдырсаң, ол сенің өміріңді жаңа деңгейлерге көтереді. Сондықтан керемет жан, мен саған шаттық пен әрдайым мотивацияның көтеріліп, әрдайым жұмысқа деген энтузиазмның толық болуын қарайлаймын. Ал егер бұл 4 техниканы да жасап жүрсең, бірақ сонда да апатияға жиі түсіп кететін болсаң, демек сенде психикаңда белгілі бір блоктар, белгілі бір проблемалар бар. Оны тиімді жолы шешудің ол психотерапевтке немесе психологпен консультация жүргізу. Ондай кезде сен маған хабарлас, мен саған міндетті түрде көмектесемін. Ал енді керемет жан, мен саған сәттілік тілеймін. Көріскенше.